көктем күллі адамзат үшін сезімнің, шуақтың, шабыттың, яғни махаббаттың символы іспетті. Адам көңіліндегі тазалық пен сұлулықтың иесі, адамдардың қасиетті киесі махаббат. Сондықтан да бар адамзат үмітіне өмір берер, сезіміне шуақ себер, қасиетті сөз ол махаббат. Ғашықтар мерекесінің сәуір айының 15-інде өтуінің өзі бұл кез көктем мезгілінің бел ортасы. Сезім мерекесінің қажеттілігі сол, кеудесіндегі жұдырықтай жүрегі бар адам сезімін махаббат арқылы мойындайды. Ғашықтар күні елімізде 2011 жылы бекітілді. Содан бері жастарымыз 15 сәуірді ғашықтар күні, қозы көрпеш баян сұлу күні деп атап келеді. Ғашық адам әлемді ғажап етіп көреді. Себебі оның көңілінде көктем, жүзінде күлкі, ал жүрегі махаббатқа толы болады. Махаббат құмарлық, ынтызарлық, жанашырлық, махаббатқа махаббатпен жауап берудің өзі үлкен өнер. Махаббатсыз дүние бос. Олай болса, мерекелеріңіз құтты болсын. Махаббатты әркім әрқалай түсінеді. Біреуге махаббат мұң, біреуге жыр, біреуге бақыт, енді біреуге қайға келеді дейді. Мүмкін, бәрі де мүмкін. Бірақ сол бір сиқырлы сезімінің дәмін татпаған адам бақытты деуге бола ма? Менің ойымша жоқ. Бағзы заманнан бері бұл отқа өртенбеген жан баласы кем деген шығар. Мысалы, Ромео мен Джульетта деп алысқа кетпей-ақ қояйық. Өзіміздің Абай мен Тоғжанды, Ләйлі мен Мәжнүн, Қалқаман мен Мамыр, Естай мен Қорлан, Еңлік пен Кебек, қозы көрпеш баян сұлу, Қыз Жібек пен Төлегенді, тағы да сол сияқты талай ғашықтарды еске түсіруге болады. Бұлардың махаббаттары ұрпақтан ұрпаққа аңыз болып өз табынушыларын табуда. Олардың ғашықтық хикаяларын естігенде шынайы махаббаттың бар екеніне, ол кез келген адамға қона бермейтін бақ екеніне көзім жетеді. Қазақ қаламгерлерінен махаббат тақырыбында қалам тербеген бірден бір автор, ол биылғы жылы 90 жылдығы атап өтілген ұлт мақтанышы Мұқағали Мақатаевтың шығармаларына тоқтала кетуді жөн көрді. Шынайы поэзия өкілі, ғажайып ақындардың бірі Мұқағали отанға, елге, жерге деген махаббат, әсіресе сүйіспеншілік, ғашықтықты шегіне жеткізе жырлады десек, артық айтқандық емес. Шынымен махаббат мәңгілік емес пе? Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға, мен болмасам болмайын сол аман ба. О Тәңірім, неткен жан қайырылмайтын, жүрегі еттен бәлде қол адам ба. Ғашықпын, қайтып оны жасыра алам, бір алтын оның әр тал шашымаған. Сағынайын, таусылса сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Шарықтап, қолым жетпес көкте күнге, ақ қанат құсым менің кеткенің бе. Шарқ ұрып бар ғаламды шырайын алып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе. Сарғайған сағынышты басып толық, бар үміт бар сенімді шашып болып, өтермін сірәда мен бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып. Мұқағали Мақатаев, жүрек десің. Көрінбейді көріктім көзің мүлде, сені ойғалып айтылар сөзім бірде. Сен есімнен шығарам деп жүргенде, есім шығып кетіпті өзімнің де. Неше жазбен күз өтті, неше көктем. Күндерімді аңсаймын кеше өткен. Әлі есімде ақпанда біз екеуміз, әппақ қарды саялап төсек еткен. Есіңде ме көп еді арманымыз, ақ қала шырша болған жан жағымыз. Сен сол күннің барлығын ұмыттың ба, телефонмен атушы еді таңдарымыз. Сен менің жүрегімнің жүрегісің,
жүрегімді сағынтып жүремісің? Мен саған қаншама ән арнап едім, тым болмаса біреуін білемісің? Senin көзің түпсіз терең, тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген, орындалмас бар арман. Сенің жүзің көкте күннен, жерден гүлден нәр алған, шашың сенің жан баспаған, жапандағы қар орман. Сенің жүзің көкте күннен, жерден гүлден нәр алған, шашың сенің жан баспаған, жапандағы қар орман. Қас кірпігін қарлығаштың қанатындай қап-қара, үлбіреген жүзің сенің ақ жібекпен мақтама. Әсем-асыл әп-әдемі мүсініне шаққана, жиектеген еріндерің қызарып тұр шоқтана.